Мен постоянно кофердам деп айтып жүрем. Кофердам деген осы зат. Қарасаңыздар, мына маған астыңғы 7-ші тіске пломба салу керек. Ал кофердамен салынған кезде оған сілекей, тіл еш нәрсе тимейді. Сол үшін качественный салынады, біріншіден. Екіншіден, мен фокусым бәрі осы бір тісте ғана болады. Сілекей тиіп кетеді-ау, тілі тиіп кетеді-ау деген ой болмайды. Сол үшін пломба качественный салынады. Жалпы кофердам система деген осы, изоляция жасау үшін. Сіздерде тістеріңіз емдеткен кезде тек қана кофердаммен жұмыс жасайтын жерге барыңыздар. Ұялмай сұраңыздар, кофердам қолданасыздар ма деп. Мен барлық пломбаны осындай кофердаммен жұмыс жасаймын. Таппай жатсаңыздар, маған келіңіздер. Мен пациенттермен отзыв алайын деп жатырмын. Бүгінгі жасалған тіс. Көрсетші. Тура өзімдік сияқты болып қалған, Ашам. Камераға көрінеді ме? Тісті жасадым. Тура өзім тіс сияқты болып қалды. Сен қанша тісің жасадық? 10 тіс бар уже. 7-8 тісте бар еді, негізі істеп жатыр. Уже 5-ші тіске келді. Бәрі өзім тісімде. Бәрі жақсы. Просто тілі үйіп дұрыс сөйле. Манипулярны салғанымыз тілеріне әсер етіп тұр. Негізі былай тура өзіңдісің сияқты бәрі жақсы болып отыр, ұнап отыр да? Иә, бәрі өзімдікі ұнап отыр. Главный бәрі таза. Қандай түбіне дейін кетіп қалған тістерді тіс қылып жасап, соны емдеп шығарып жатыр. Мен келгенде жылады деп ойлағам. Жоқ, сол жылмай өзім тісін неғып емдеп берді. Рахмет. Саған да рахмет, отзыв берген.